Армысыздар достар, мен сіздерді қазақ тілін үйрететін оқытушыларыңыз Гүлжан апайларыңыз боламын. Дастархан тарауы. Бұл бейне сабақта біздің студент қызымыз Нұриса сіздерге қазақ халқы ата-бабаларынан мирас болып қалған әдет-ғұрыптар туралы айтады. Қазақтың басты дәстүрлерінің бірі қонақ күту. Қазақ қоғамында ежелден айтылған заңдылық бар. Қонақты Құдайыңның елшісінде қарсы алу керек делінген. Өйткені қонақты қусаң құт ырыс қашады. Соған қарасақ, халқымыз қонақты қарсы алу, шығарып салуға ерекше мән берген. Үлкенге құрмет қазақ халқының тағы бір жағымды қасиеті. Дәстүр бойынша кішкентайынан баланы өмірде үлкендермен, дана адамдармен сөйлесу кезінде ұстамдылық пен әдептілікке үйретеді. Қазақтың дастарханы халқымыздың пейілі сияқты кең, таспен ұрғанды аспен ұратын еліміз үшін берекенің қаймағы ақ дастархан. Фильмді мұқият қарап, одан әрі грамматиканы зерттейміз. Мақал-мәтел, сын есімнің күшейтпелі шырайы, синоним, септік жалғауы, жіктік жалғауы, сын есім, сөз тіркесі, сөйлем, көптік жалғауы, тәуелдік жалғауы. Оқулық тапсырмаларын орындаңыздар. Рахмет.